Сәлем достар, менің есімім Айкөркем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер сіздермен бірге жау жүрек, ішмайға оралған бауырды бірге дайындайтын боламыз. Бауыр мен ішмай, ерлеріміз жауға шапқанда батылдық береді екен деген сеніммен дайындайтын болған. Дәмі өте керемет, әрі жасалу жолы өте оңай. Құрамына қажетті заттарды түгелдеп аламыз. Алдымен жуамызды турап, оны майдалайтын затымызға, яғни блендерге салып, енді кімде қандай құрал бар, майдалап алып, жақсылап тұрып салмаға дайындаймыз. Мен көбінесе осы блендерді қолданамын. Маған өте тиімді және жеңіл пайдалануға, және салманы жақсылап тұрып араластыруға үлкен мүмкіндік береді. Әрі тез дайындалады. Бізге қаншалықты майда болғанын қарап отырып, өзіміз осылай араластырып отырамыз. Біркелкі масса болу керек. Жуамыз дайын болғаннан кейін бауырымызды осы блендерге салып майдалап алуға болады. Бауырды арнайы турап, блендерде жеңіл болу үшін оны да осы ыдысқа, осы құралға салып біркелкі қылып араластырамыз. Міне дайын, бауырымыз дайын. Бауырымызға жуамызды жаңағы дайындалған арнайы. Күрішімізді саламыз. Бұл күрішті алдын ала пісіріп аламыз. Тез дайындалу керек өйткені. Достар, сосын қажетті мөлшерді өздеріңіз таңдайсыңдар. Енді күрішімізді де жуамыз және бауырымызды қаншалықты сіз дайындайсыз, соған байланысты көлемінде ұлғайтып отырамыз. Қажетті дәмдеуіштерімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді ішмайымызға жаңа салмамызды салып ораймыз. Ішмайдың мен көлемін өздеріңіз қажеттілігіне байланысты алып отырасыздар. Мен кішкентай қылдырып орадым. Дастарханға қоюға жалпы ыңғайлы болғандықтан, және зубочисткамен қыстырып ұстатып қоюға болады. Негізі орап қойсаңыздар да, бұл бұтырап шашырамайды. Майы еріген кезде табада өз формасында ұстап қалады. Жалпы осылай қайталап ішмайға бауырымызды орап, жаңа салмамызды бірнеше түрін жасаймыз. Енді бұл дайындалу сізге қажетті көлеміне байланысты, қаншалықты дастарханыңыз адам санына байланысты өздеріңіз реттеп отырасыздар. Достар, жалпы біздің төрттілігіміздің еш шығынсыз, барлығы да пайдалы. Сүті де, еті де, терісі де, жүні де барлығы қаншалықты пайдалы екендігін айтпай-ақ білеміз. Сондықтан әрбір заттың өзінің бір негізі, пайдасы бары ата-бабамыз нақты көрсетіп айтып кеткен. Барлығын дайындап алғаннан кейін май құймай ысып тұрған табаға осылай бауырларымызды, жау жүрек дайындалған, пісіріп аламыз. Қызып тұрған жан жағын аударып, қызартып пісіріп аламыз. Бұл тез дайындалады. Міне асымыз дайын болды. Қалған бөлігіне мен жұмыртқа қосып котлет жасап жібердім. Менің арнамда бірге болыңыздар.